Bismillahirrahmanirrahim. Иман келтірген қоғам қайраткерлері мен өнер адамдары арасында болатын иман аясында бағдарламасы сіздермен бірге. Өмір мәні абайғын оясылға, өңін оның шыншылдар боясын ба? Жүрегі тыншып, шын бақыт дәмін татпақ, жүрген жандар иманның аясында. Ассаламу алейкум, қадірменді көрермендер. Адам баласының жаратылғандағы мақсатын Аллах тағала қасиетті Құран кәрімнің Зарият сүресінің 56 аятында: "Мен адамдар мен жындарды тек қана өзіме құлшылық етулері үшін ғана жараттым" дейді. Альхамдулилля, сол Раббысының бұйрықтарына барынша бекем болған қоғам қайраткерлері мен өнер адамдар арасында әсерлі әңгіме жүндірбейтін иман аясында бағдарламасының бүгінгі қонағы ережесіз жекпе-жектен әлемнің 3 дүркін чемпионы Ардақ Назаров бауырымыз болмақ. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Бағдарламамызға қош келіпсіз аға. Тауға қарай шығып әңгімелессек аға. Аға, имани әңгімемізді бастамас алдын өзіңіз жайлы айтсаңыз, қай жердің құдығынан су іштіңіз, отбасында қанша адамсыздар? Мен Алматы облысы Райымбек ауданында 1980 жылы қазан айында өмірге келдім. Сол ауылдың топырағына аунап, сол ауылдың суын ішіп, балалық балғын шағым сол ауылда өтті. Отбасында 5 ұл 1 қызбыз. Қарапайым отбасында өмірге келдім. Әке шешем ауылда, ол кісілер қарапайым жұмысшылар. Анам мұғалімдік қызметін атқарды. Әкем мектепте директордың орынбасары. Сол балғын балық шағымыз ауылда өткізіп, және де сол ауылда жүргеніміз кезімізде еліміз еңселі елі болып, егемендігін алып, 1991 жылы тәуелсіздік алған кезімізде мен 4-ші сыныпта едім. Ең алғаш осы күрес мектебінің табалдырығын аттап, бұл кездегі бір балалық арманым осы менде батыр аталарымыз сияқты, Жақсылуш кемпір, Қажымқан аталарымыз сияқты осы қазақтың туын елбіретсем ғой деп жаңағы балуандар мектебіне алғаш барған болатынмын. Балуандар мектебіне баруыма себепкер болған ол менің анам болатын. Ережесіз жекпе-жек жалпы қиын ғой. Ешқандай қорғанатын киімде жоқ. Неге осы спорттың түрін таңдадыңыз? Әрине енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтқандай, балалардың жас кезінен бастап спортпен тәрбиелеңдер дейді. Оларды атқа мінуге, суға шомылуға, садақ тартуға және күреске деген. Енді әуелге баста мен осы күрестермен бастаған болсам, осы кейіндеп Алматыға арман қуып келіп, жаңағы колледжге түскеннен кейін осы менде ережесіз жекпе-жекке бір қызығушылықтар пайда болды. Өйткені басқа спорттарға қарағанда бұл спортта жаңағы әділдік бар сияқты болды. Өйткені басқа спортта кейбір төрешілердің бұра тартуы деген сияқты басқа бір жақтасулар болады. Сенің еңбегіңді кейде бір жеңіп тұрсаң әттеген деген кездер болады. Бірақ сол жекпе-жекке ауысуыма себепкер болған бір шеттен өзім осы қазақтың атынан ешкім шыққан жоқ болатын, бір қазақтың атынан осы спортқа бір шығып көрсем ғой деп бір бел болған болатын. Сондықтан 2002 жылдан бастап осы жекпе-жекке ауыстым. Алла тағаланың қалауымен жаңағы қошарысқа шыға бастадым. Аллаға шүкір. Аға, біреулер білсе, біреулер біліп жатпайды. Жалпы өзіңіздің аузыңыздан естісек, бүгінде қандай дәрежеге ес, қандай атақтарға ес осы ережесіз жекпе-жектен? Шын мәнінде Аллаға сансыз мадақ болсын. Бүгінгі таңда осы ережесіз жекпе-жектің бір биік белестерін бағындырдық деп айтсам артық айтқандай болмайын. Өйткені Алла тағаланың қалауымен ең алғаш сол Азия чемпионы болдым. Одан кейін Евразияның 2 дүркін чемпионы болдым. Европа чемпионы болдым. Әлем кубогының иегері және осы көптеген супер жекпе-жектердің жеңімпазы. Сонымен қатар 3 мәрте жаңағы 3 дүркін әлем чемпионы болдым. Альхамдулилля деймін бүгінгі осы күніме. Аға, бізге бір қызық көрінеді ғой. Жалпы жекпе-жекте біреуге қатты зақым беріп қоймайын деген сізде ойлар бола ма? Немесе бір әдіс тәсілдер қолданасыз ба арнайы? Өте дұрыс айтасыз. Өйткені мұсылман болғаннан кейін олда жаңағы сенің қарсыласың, қанша қарсыласың болғанымен олда біреудің баласы. Оның да үйде әкесі, анасы, олда менің балам жеңіспен қайтсын деп дұға етіп күтіп отыр. Бірақ мен енді шыққан кезде ең бірінші осы Алла тағаладан сұрап, Фатиха сүресін оқып, ең бірінші біз жарысқа кететін кезде міндетті түрде мешітке барамыз. Аллахтан дұға етеміз, қайырын тілейміз. Алла тағала осы бізге бір қайырлы жеңіс нәсіп ете көрсін деп. Сонымен қатар жаңағы жарысқа шығатын кезде міндетті түрде 2 рәкат нәпіл намаз оқып, Аллахтан сол жеңісіміздің қайырын жеңісін тілейміз. Сонымен қатар Алла тағалам осы менің қарсыласыма өзіне бір денесіне бір зиян келмейтіндей маған бір қайырлы жеңіл жеңіс нәсіп ете көрсін Алла тағаладан деп тілейміз. Сондықтан көбінесе мен енді өзім күрескер болғандықтан онымен күресіп, жаңағы көбінесе ауыр соққылар жібермей, жаңа қылғандыру тәсілімен, қолын бұрау, аяғын бұрау тәсілдерімен көбінесе жеңіске жетуге тырысамын.
Аға, соңғы жекпе-жегіңіз қай жерде болды, және де ол жақтан қандай әсерлер алдыңыз? Ерекшеліктер, өзгешеліктер болды ма? Мен осы соңғы жекпе-жегім осы жақын арада ғана өтті. Осыдан 3-4 ай бұрын ақш-тың, Американың Хьюстон қаласында өзімнің қарсыласым, Американың белді спортшысы 45 жекпе-жек өткізген Рокки Лонг деген жігіт болды. Енді Рокки Лонг мен барардан бұрын мен ардақты жақсы білемін, интернетте жарыстарын көрдім, былай ұрып құлатамын деп бүкіл Америка жарысылған екен. Бірақ енді бізде барғаннан кейін ақшта тікелей каналдарға шақырып бізге сұхбат алған кезде бізде айттық, бізде енді Алла Тағаланың қалауымен 24 сағат ұшып келдік. Алла қаласа, кімнің жеңіске жеткенін мен қазір білмеймін, бірақ бізде 24 сағат бостан босқа ұшып келгеніміз жоқ. Бізде қазақ деген елдің батыр ұрпағымыз деп айтқан болатынмын. Сөйтіп өзінің тәкаппарлығымен, өзіне шектен сенімділігімен маған бір менсінбеушілік болды менің қарсыласымда. Сөйтіп өзі нокаутқа өзі құлап, жер жастанып, ең соңында бүткіл Американың алдында өзі масқара болды. Ол жақта ислам қалай екен аға жалпы? Небір бұқаралық ақпараттар құралдарынан батыс исламға қарсы неше түрлі құйтырқы әрекеттер жасалғанын көріп атамыз, бірақ шын мәнінде олай емес. Мен енді өмірімде осы жұма намазын қаза қылған емеспін. Қайда барсам да, шетелдің қай қаласында болсам да, міндетті түрде мешіт іздеп тауып жұма намазына барып, өйткені біздің жарыстарымыз сенбі күндері болады ғой көбінесе.